Қазақстан аумағы адамзат өркениетінің ең көне ошақтарының бірі. 6000-5000 жыл бұрынғы ботай мәдениеті, скиф-сақ және Тұран империяларының мұрасы бұл жердің терең тарихи тамырын көрсетеді. Авдеев, Керам, Кресов және Гастон Масперо сынды ғалымдар шумерлердің қазақ-түркі жерінен шыққанын мойындаған. Шумерлер Месопотамияда 6000-12000 жыл бұрын өмір сүрген халық, өздерін Киксак, Керзак, Кейінгер немесе Кеймегер деп атаған және Ану деңгерге, яғни мәңгі тәңірге сыйынған. Зерттеуші Әділбек Ишанбекұлының пайымдауынша, бұл атау Қазақстан жеріндегі орта ғасырлық Қыпшақ, Кеймек, Гангар, Кангил мемлекеттерімен фонетикалық және мағыналық жағынан сәйкес келеді. Кейінгер, Кеймегер және Кеймек үшеуінде киелі және төрелік мәнге ие. Олардың түп негізін киелі мекен, кия аймақ, көп мәңгі ел және жұмақ мағынасымен түсіндіреді. Шумер тіліндегі емегер сөзі, ану тілі немесе киелі тіл, қазақтағы киелі емек, яғни ана тілі, ем жері, ым елі, ымырашы, жері ана және киелі тіл ұғымдарымен байланысады. Бұл ортақ сенімді көрсетеді, тіл үйренетін нәрсе ғана емес, мұра киелі, аналық, ата-баба рухымен сіңірілген. Бұл сәйкестік тілдік қана емес, мәдени, рухани және этникалық сабақтастықты білдіреді. Кеймек атауы Қыпшақ Куман ретінде де кездесіп, Куман көк мұрын көкмен деген мағына береді, ал бұл атау Қытай деректерінде Куман көкмен тау ретінде кездеседі, ал Радлов көмірінде 5 таңбалы қыпшақтың бірі дейді. Куман таулар Таны Ола, Саян өңірі түркілердің атажұрты саналған және оларды көше Хазиясы немесе Хаккасы деп атаған. Қыпшақтар туралы 6-11 ғасырдағы деректерде және 890 жылда Әл-Қазақ картасында көрсетіп, оларды қазақ, скиф деп атаған. Бұл қыпшақтардың ежелгі скифтері және қазіргі қазақ халқының тікелей жалғасы екенін көрсетеді. Араб, парсы, византиялық және Қытай деректерінде де осындай байланыстар көрініс табады. Мысалы, парсы саяхатшысы Гардези Кеймек елін Қытай деректерінде Чумукын атайды дейді. Ал Ишанбекұлы оны Шымкент дегеннің айқын белгісі екенін және шумерді Шым жер, Шом жер, яғни құналы және жұмақ әрі су мұрын, көк мұрын атауларымен байланыстырады. Бұл атау қазіргі Шымкент, Шу мен Меркіт сияқты топонимдермен ұштасады. Сондай Қазақстандағы Еңкікен немесе Жент секілді топонимдер шумерлік Еңкин құдайының атауы, ал Сығанақ атауы Сангинга концептісін еске салады. Сонымен қатар көк және магуб ежелгі діни, тарихи және мифологиялық мәтіндерде кездеседі. Орта ғасырдың византиялық жазбаларында Касах, Касок деген этнонимдер кездеседі. Араб тарихшысы Әл-Масуди бұл халықты Қара теңізде жүзіп жүрген және саудамен айналысқан кие өрісі немесе урус халқы ретінде де сипаттайды. Ишанбекұлы оларды 4000 жыл бұрын қазіргі Түркияның Анатолиясында өмір сүрген, кейін византиялық Парфероген Казахия деп атаған Каска және Хаези халқымен де байланыстырады. Олар жауынгер, еркін тау халқы ретінде Хет, Ассирия, Мысыр деректерінде айтылады. Бұл атаулар қазіргі Шеркеш, Адық, Адай, Арғын, қазақ этнониммен фонетикалық және тарихи тұрғыда ұштасқан. Неміс шығыстанушысы Карл Нейман мен басқа да зерттеушілер Қыпшақ құмандарды скифтердің мұрагері, ал олардың атауы шумерлі Кеймегерден тамыр тартады деген тұжырымға келген. Кеймегер, Кеймер, Кумык, Қаумаварга, Камак, Кеймек, Қаңлы, Қоңырат, Қыпшақ, қазақ арасындағы тілдік, тарихи, мәдени жалғасты Қазақстанды адамзат тарихындағы ең ежелгі өркениеттердің бірі ретінде танытады. Бұл сабақтастық қазақ халқының тамыры тереңге шумерлік кезеңге дейін созылатынын көрсетеді. Қазақстан жері көне көк мәңгінің, яғни мәңгі ұлыстың, шумердің іргесін қалаған өлке.